Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздерменен Ерсак компаниясының негізгі продукцияларымен таныстырғым келіп отыр. Неге қажет, не үшін қолдануға болады деген сұрақтарға. Мынау баньо деген Ерсак компаниясының 14 бактерияға қарсы осы қолданылатын өнімдерінің бірі осы. Ең сұранысқа ең қажетті, үйде де ең қажетті товардың ең негізгісі болып келеді. Баньоның екі түрі болады. 107 коды және 228 кодты. Оның қандай айырмашылығы бар? 108 кодты баньоның айырмашылығында иісінде ғана екеуінің. Бұда иісі бар, кішкене өзіңізге жағымды иісі бар. Мынау таза өзінің ешқандай иіссіз қолданылатын баньо. Баньоны не үшін қолданады? Сыртынан қарасаңыздар, мына жерде туалет, ванна тазалайтын, тазалыққа қолданылатын өнімдер болып көрсетіліп тұр. Негізгісінде баньоны 14 бактерияға қарсы қолданылады. Бірінші грибокқа кетеді, экземаға, циститке, молочницаға, геморройға, температура көтерілгенде денені сүртуге, зубный боль, тістің ішінде тастар болған кездерде тісіңізді шаясыз, ушный боль дейді, құлақ ауырған кезде тампон жасап құлағыңыздың ішіне қоя аласыз. Стоматитте, ауыз ойылған кездерде кішкене стакан суларға кішкене тамшылатып аузыңызды шаю арқылы фарингит, ларингит, насмарка мұрныңыздан су тиіп тұмауратқан кездерде қолданылады. Бұларды қалай қолдануға болады? Тоқтап кетейік. Грибокты кетірген кезіңізде алдымен Ерсактың сабындарымен, сұйық гель для душтарымен жуынып аласыз да, тазалап. Одан кейін осы баньоны су араластырып сүртуге де болады. Не болмаса су араластырмай өзіменен сүртіп кішкене кептіргеніңіз дұрыс. Одан кейін арнайы өзінің денеге жағылатын кремдері бар. Сол кремдерді жағып қойсаңыз, сіздің грибок экземдеріңіз сол арқылы кетеді. Екінші, цистит и молочныйға қалай қолданылады деген сөздер. Молочницаға ішіне шприцовать ету арқылы кетеді. Шприцовать еткенде пустой банкаларға қайнатылған жылы су немесе құйылып, оған бір колпачок осындай баньо құясыз да. Груша бар ғой, арнайы аптекаларда сатылады. Сол арқылы шприцовать етесіз. Күнде кешкісін жатар алдында 5 күн бойы осыны қайталасаңыз, сіз молочницадан құтыласыз. Цистит кезінде де кіші дәрет алған кезде дәрет алатын ыдысымызға кішкене ғана мөлшерімен құйып, өзің кішкене мөлшерін құйып, дәрет алып отырсаңыз, геморройға и астыңыздан жағымсыз әйелдер жағында қолданылатын жағымсыз нәрселерден құтыла аласыз. Баланың температурасы көтерілген кезде кішкентай стаканға 100 мг суға кішкене мынадан кішкене құясыз да, қалпағыменен. Таза мақтамен, шүпірікпенен денесін ысқалап сүртсеңіз температурасында кетеді. Және ары қарай зубный боль дейді. Тісіңіз ауырса 100 мг кішкене суға кішкене тамшылатып, осыдан тамшылатып аузыңызды шайсаңыз, тісіңіздің ауырғанын да басады, және тісіңіздің ішіндегі тастардан да құтыласыз. Тамағыңыз қазір күз мезгілінде сіз балалар және өзіңізде отбасыңызда тамақтың ангинасы көп болады, суықтан. Соны шайсаңыздар, пожалуйста, одан дереу құтыласыздар. Менің өзім қызым 3 күн температура болған жоқ, бірақ тамағы бітеліп, жағы дауысы өзгергесін кейін мен осыдан кішкентай стаканға су құйып, осыдан кішкене құйып, 3 күн қатарына шайғыздым. Тәтпей, Аллаға шүкір, уже ангинасы жоқ. Келесі тамағыңыз, мұрныңызды сол жаңағы стакандағы суыңызбенен мұрныңызды шайып, ары қарай тазартсаңыз, міне болды, мұрныңыздың бітелгені дер кезінде қояды. Стоматит, фарингит, насмарк, міне. Енді ары қарай аяқ қолдың шуашы, етіктің иісін кетіруге әлден көмектеседі. Мысалы, пустой анадай себетін ыдыстарменен соған кішкене су құйып, мынадан бір қалпачок құйып, аяқ киімдердің ішін
ішіне қолдансаңыз өте пайдалы. Мысалы, мынадан кішкене пустой мынандай ыдыстар бар. Осыған кішкене су құйып, ары қарай кішкене баньодан бір қалпачок құйсаңыздар, болды. Осыменен аяқ киімдердің ішін тазалап себуге болады. Және осынша су құйып, одан кейін кішкене осы баньодан құйсаңыз, гүлдерді де суаруға болады. Гүлдерді өте әдемі өсіреді. Және де осындай пустой флакондар бар болса, осындай кішкене су құйып, оның үстіне тағы кішкене баньо құйып, өзіңіздің бетіңізге тоник жасауыңызға да болады. Өте керемет, өте керемет. Және қолтықтың қоланса дейді ғой, сондай иістерді таза өзіменен жуынып сүртсеңіз өте жақсы. Және де бас жуғаннан кейін, басты жуып болғаннан кейін де бальзам ретінде осыны соңында басыңызға жағып қойып, 15-20 минуттан кейін жуып тастасаңыз, көпке дейін иісі бар баньо, көпке дейін басыңыз әдемі болып, иісі де әдемі болып жүреді. Өте жақсы. Және бит, сірке дегендерді аптасына 1-2 рет басыңызға жағып қойып, жуардың алдында 1-2 сағат бұрын солай жағып қойып жүріп, одан кейін басыңызды жусаңыз, өте жақсы антибактериальный зат болып есептеледі. Ерсак компаниясының өнімдерінде өте пайдалы, өте жақсы. Үй жағдайында да, өзіңізге денсаулығыңызға да өте қолдануға қолайлы. Осы арқылы да мен каждый жеке товарларды мен сіздерге кейін ақырындап түсіндіріп кететін боламын.